Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы интеллектуалды музыка. Сабақтың мақсаты интеллектуалды музыкамен танысасыз. Абай Құнанбайұлының және Дәулеткерей Шығайұлының шығармашылығы туралы білесіз. Дәулеткерейдің Байжыма күйін тыңдайсыз. Абайдың Сегіз аяқ әнін тыңдап үйренесіз. Интеллектуалды музыка дегеніміз не? Интеллектуалды музыка деп күрделі құрылымды, терең мағыналы, ойлы шығармаларды айтуға болады. Мұндай туындылар орындаушыдан асқан шеберлікті және тыңдаушыдан да мол түсінікті қажет етеді. Әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан музыкасы және оны тыңдап, бағалай алатын тыңдаушылары бар. Қазақтың ән күйлерінің ішінде философиялық терең ойға құрылған кемел туындылар баршылық. Оларды тыңдап, түсіну үшін арнайы дайындық керек. Сонымен қатар, тыңдарманның ой-өрісі, сана сезімі жоғары деңгейде болуы тиіс. Мысалы, Абайдың әндері мен Дәулеткерейдің күйлерін осындай шығармалардың қатарына жатқызуға болады. Абай Құнанбайұлы. Қазақ халқының әдеби рухани әлемінде Абай Құнанбаевтың алатын орны ерекше. Абай қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, маңдайалды ақын, қазақтың жаңа реалистік әдебиетінің негізін салушы. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Шыңғыстау өңірінде дүниеге келген. Бір басына сан қырлы өнер қонған Абай қазақтың музыка тілін абайлық стильмен байытқан көптеген әндер тудырған жаңашыл композитор. Абай ақындығымен бірге музыка саласына мол мұра қалдырып, қазақ музыка өнерін дамытты. Абайдың домбыра шерткендігі бізге белгілі. Үш шекті домбырасы ақын мұражайында сақталған. Абайдың Сегіз аяқ, қор болды жаным, айттым сәлем қаламқас, желсіз түнде жарығай, қараңғы түнде тау қалғып, көзімнің қарасы, Татьянаның әні, тағы да басқа әндері белгілі. Абай Құнанбаев ақындығымен бірге тағы қандай өнерді дамытты? Абай Құнанбаевтың қандай әндері бар?
Дәулеткерей Шығайұлы батыс көшілік мектебінің аса көрнекті тұлғаларының бірі. Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылы Орал облысында Орда ауданы Қарамола деген жерде дүниеге келген. Қазақ халқының аспаптық күй өнерін дамытушы. Ел аузында бапас күйші атанған. Домбыра тартуды жас кезінде Мүсірәлі деген күйшіден үйренген. Дәулеткерей бала кезінде молдадан оқып, мұсылманша хат таныған. Ресейде білім алып, кейін генерал дәрежесіне дейін жеткен хан Жәңгір Ордада балалардың орысша білім алуына да жағдай туғызыпты. Дәулеткерей орысша үйреніп, оқи да жаза да алатын болған. Дәулеткерей Шығайұлының Байжұма күйі. Дәулеткерей Шығайұлы қай өңірдің күйшілік мектебінің өкілі? Ел аузында қандай күйші атанды? Бүгінгі сабағымызда тесттік сұрақтарына жауап бер. Бірінші, Абай жолы романын кім жазды? Екінші, Абайдың әні. Дәулеткерей жас кезінде домбыраны кімнен үйренді? Дәулеткерей қай тілде үйреніп
оқи алатын болған. Сабағымыздың соңында рефлексия жасаймыз. Сабағымызға назар аударып қарап тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау сәлеметті болыңыздар.